Батаның шығуы туралы аңыз. Ыбырайым пайғамбар өте қонақжай адам болыпты. Үйіне келген адамға ас бермей шығармайды екен. Асығыс жолаушының өзіне нан ауыз тигізбей жібермепті. Бір күні уахи ала келген Жебірейіл періштенің өзін дастарханға сүйрейді. Жебірейіл: «Асыңа рахмет, ей Алланың хабибі. Мен Алланың уахиын жеткізу үшін ғана келдім», дейді асығып. Ыбырайым пайғамбар: «Уахиды қоя тұр, әуелі адал дастарханнан дәм тат, маған серік бол», дейді. Періште амалсыз көнеді. Дастарханға ас келсе де, періште табаққа қол созбай отыра береді. Пайғамбар: «Неге дәмді алмайсың?» дейді. Жебірейіл: «Бұл дүниенің өз тәртібі бар. 5 күн жалғанда ішкен жегеннің көрген қызықтың есеп қисабы бар. Ертең мақшар алаңында бұл пәнидегі ішкен жегеннің сұрауы болады. Мен соны ойлап, уайымдап отырмын», дейді. Ыбырайым езу тартып: «Ендеше ас соңынан дастарханға бата бер. Астың өтеуі сол болсын», дейді. Жебірейіл келіседі. Ас ішіп отырып, екеуі әдемі рухани сұхбат құрады. Періште Ыбырайымның ықылас пейіліне риза болып, дастарханға бата жасап дұға етеді. Жебірейіл кетіп бара жатқанда, Ыбырайым оны тоқтатып: «Маған қандай уахи алып келіп едің? Айтпадың ғой», дейді. Бұл жолы періште езу тартып: «Біздің сұхбатымыз Алланың уахиы еді», депті. Осыдан бастап бата беру, дұға тілеу Ыбырайымнан сүндет болып қалған екен деседі.